алдымен TikTok әлеуметтік желісіне танымал болып, кейін мына біз секілді қарапайым көрерменге дақпырты жеткен «Игра в кальмара» сериалын көріп шықтым. 9 бөлімнен тұратын сериалдың жалпы бюджеті $17 миллион екен. Бұл меніңше өте көп. Біздің есеппен алғанда, біздің қазақ сериалдары болмайтын ақшаға түсіріледі ғой. Менің ойымша, ақшаның қаржының көп бөлігі декорация құруға кеткен секілді. Декорациясы өте керемет. Жалпы операторлық жұмыс маған қатты ұнады. Және сондай-ақ қаржының қомақты бөлігі компьютерлік графикаға кеткен секілді. Фильм Тарантиноның Қанжоса фильмдерін еске салады. Бұған дейін осы сериалдың жапондық және америкалық нұсқалары болған дегенді естідім. Королевская битва, Голодные игры деген сериалдар болған екен. Мен бірақ ешқайсысында көрмегем. Ал енді Кәрістің осы сериалы маған несімен қызық болғанын қысқаша айта кетейін. Сюжеті мынау: Сон Ги Хун есімді 40-қа тақаған бір жігіт бар. Қарызға белшесінен батқан, ажырасқан, кәрі шешесін ақша ұрлап, оны ат жарысқа тігеді, одан ұтылады. Кәріс мафиясына қарыз, олар қуалап жүріп ұстап алады. Сосын егер бір айдың ішінде ақшаны қойып бермейтін болсаң, алдымен бүйрегіңді аламыз, сосын оң көзіңді жұлып аламыз деп осындай талап қояды. Жығылған үстіне жұдырық болғандай, бұл ажырасқан дедік қой, соның әйелі басқа бір күйеуге тиіп алыпты. Ол күйеуімен бірге Америкаға кетіп бара жатыр. Жай кетіп бара жатқан жоқ, Сон Ги Хунның кішкентай қызын бірге алып бара жатыр. Яғни тығырыққа тірелген, жоқшылық әбден өткен Сон Ги Хун не істейді? Жүлде қоры 45 миллиард вон тұратын ойынға қатысуға шешім қабылдайды. Ал енді ойын деп отырғанымыз қандай ойын? Бұл 6 кезеңнен тұрады. Әр кезеңнің талабы әртүрлі. Кейінгі смартфон ұрпақ білмеуі мүмкін, бірақ жасы келген, кез келген кәріс бұл ойындарды бала кезінде ойнаған. Мысалы, бірінші ойын тек жүрсең, тоқ жүресің деп аталады. Мына алып қуыршақ сөзін айтып болғанша тоқтай қалу керек, әйтпесе ойыннан ұшып кетесіз. Ал ойыннан ұшып кетудің мағынасы мынау. Сериалда бір қызықты өзіме тапқан нәрсем, бұл қазақтың бес тас деген ойынына ұқсайтын, қай қолда деп тығып ойнайтын едік, сондай бір ойындар бар. Одан бөлек арқан тартысты көресіз. Сосын қазаққа таныс қыл көпір деген осындай түсінік бар осы фильмде. Алайда өмір бұл ойын емес. Я кіл ақшаға мұқтаж, қоғамнан таяқ жеген жандар үшін бұл үлкен мүмкіндік. Алайда өлім мен өмір қатар келгенде адамның шын мені көрінеді. Жан алқымға тақылған кезде кімнің қандай екені, ішінде қандай сұмырай жатқанын біз қайдан білеміз? Адам былайғы өмірде, тыныш өмірде ғана адам екен. Ойындағы ең үлкен ереже бұл әділдік. Себебі ойынға қатысушылар ана қоғамда, яғни біз өмір сүріп жатқан қалыпты қоғамда онсыз да әділетсіздікке ұшырап жатыр. Онсыз да қарызға белшесінен батқан, онсыз да таяқ жеген адамдар. Ал бұл жерде ойынның барысында адамдардың бәрі тең. Егер шын мықты болсаң, 6 кезеңнен өтте 45 миллиард вонды қалтаңа баста жүре бер. Ең бастысы ережеге бағыну керек. Мен сериал барысында кейбір сюжеттік бетбұрыстарда қадамдарды алдын ала біліп отырдым. Мысалы, полиция жігіт пен ойын жасаушылардың арасында қандай байланыс бар, немесе 001 нөмірдегі шалдың кім екенін түсіну аса қиын деп айта алмаймын. Бұл енді менің ақылдылығымнан емес, бұл керісінше авторлардың өте базалық түсініктегі қарапайым формулаларға жүгінгендігінің көрінісі. Мысалы, Блэк Снейдердің Save the Cat деген кітабында анық жазылған, кейіпкер көрерменге ұнау үшін мысықты құтқару керек дейді. Бұндай тәсілді кезінде Еркін Рақышев Жаралы сезім фильмінде қолданған болатын, одан кейінгі байқағаным міне осы сериалда. Ендеше авторлар мақсатты түрде TikTok-тың қолданушыларын, яғни сондай бір қарапайым контингентті көздегені, мақсат еткені анық, жемісте беріп жатыр. Кейбір мамандардың пікірінше бұл сериал Netflix-тегі ең көп көрілген сериал болуы мүмкін деген осындай бір болжам бар. Қорытынды ретінде айтатын болсам, сериал бір көргенге жаман емес, көргеніме өкіндім дей алмаймын.